Мен дене шынықтыру пәнінің мұғалімімін. Менің басты мақсатым жас ұрпақты салауатты өмір салтына тәрбиелеу, тәртіпке, төзімге, батылдық пен жеңіске ұмтылуға баулу. Біздің қоғамға дені сау, жан-жақты дамыған жастар керек. Сол жолда әр сабақ, әр жаттығу үлкен еңбек. Еңбек тек қолмен ғана емес, жүрекпен де атқарылатын қасиетті іс. Осы мереке әр мамандық иесіне құрмет көрсетуге арналған. Сондықтан барлық еңбек адамдарына алғыс білдіріп, зор денсаулық, отбасыларыңызға амандық, еңбектеріңізге табыс тілеймін. Мен сантехник маманымын. Су жүрмесе, кран ақпаса, ешкімнің тынысы болмайды. Күнделікті тіршілік осы қарапайым, бірақ өте маңызды, жұмыспен тығыз байланысты. Біздің еңбек көзге көп түспейді, бірақ үйдегі жайлылық соған тәуелді. Баршаңызды еңбек күнімен құттықтаймын. Еңбегіміз елене берсін. Ел аман, суымыз таза болсын. Мен медбикемін. Менің жұмысым адамдарға көмек көрсету, денсаулығына жанашыр болу. Ауырса да, шаршаса да, медбике ең алдымен адам өміріне араша түсетін жан. Бұл жүрекпен атқарылатын еңбек. Еңбек күні әрбір маңдай термен келген адал еңбектің құрметі. Баршаңызды осы мерекемен құттықтаймын. Еңбектеріңіз ақталсын. Денсаулық, табыс, шексіз алғыс тілеймін. Мен орманшы, яғни табиғаттың тыныштығын күзетуші, жасыл бағымыздың қорғанымын. Күнделікті жұмысым орманды аралау, ағаштарды сақтау, өрттің алдын алу, табиғатқа зиян келтіретіндермен күресу. Бұл көзге көріне бермейтін, бірақ елге пайдалы еңбек. Еңбек күні қарсаңында осындай кәсібіммен мақтанатынымды айтқым келеді. Еңбектің бәрі құрметке лайық. Баршаңызды осы мерекемен құттықтаймын. Еңбектеріңіз жемісті болсын. Біз орман өрт сөндіруші мамандарымыз. Табиғатты тілсіз жаудан қорғау біздің басты міндетіміз. Орманды сақтау, ағашты аман алып қалу – бұл жай ғана жұмыс емес, бұл үлкен жауапкершілік. Аптапта, түнде, қауіп-қатерде біз бір мақсатпен қызмет етеміз табиғатты қорғау үшін. Еңбек күні біздің ғана емес, барлық еңбек адамының мерекесі. Баршаңызды осы айтулы күнмен құттықтаймыз. Еңбегіміз еленіп, еліміз аман, табиғатымыз таза болсын.